Бұл ұшақты сатып алу және оны пайдаланудың құны бұның салмағымен бірдей алтыннан да қымбатырақ. B-2 Spirit ауыр стратегиялық көрінбейтін стелс бомбалаушы ұшағы. Ол әуе шабуылына қарсы қорғаныштың тығыз қалқандарынан да көрінбей өте алады. Ең алғаш шығарылған жылдары 1989 жылы B-2-ның құны 737 миллион ақш долларын құрады, яғни сол уақыттарда құрастырылған ең қымбат ұшақ болды. 1997 жылы жаңаландырудың салдарынан B-2-ның бағасы тіпті 2,1 миллиард ақш долларын құрады. B-2 әр ұшу сағатына 190 сағат техникалық қызмет көрсетуді талап етеді. Бұндай болуының себебінің бірі B-2 Spirit сақталатын ангарларда ауа баптағышы керек. Және ол сақталатын ангарлар оның қанатына сәйкес үлкен көлемді орын болуы шарт. Стелс жабынуын сақтау өте қымбат екен.